Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Бүгін тауық туралы пайдалы кеңестерді айтатын боламын. Мен көп адамдардың сұрақтары: тауық неге жұмыртқа тумайды, тауықтың ішінде құрттарын қалай сүреміз, және де тауықтың жүндері түсіп жатыр, не істесек болады, бет кене сіркеден қалай алдын алуға болады дейтін мақсаттағы видеоның бірі. Бүгін толық сіздерге айтатын боламын. Мысалы, тауықтарыңыз жүндері түсіп жатса, тауықтарыңызға асып кетсе, ішіндегі сүмірейіп тұруы, ішіндегі құрттың қалай кетірем десеңіздер, онда сіздерге Эвермек QR дейтін бар. Мінекей осыны берсеңіздер болады. Қалай беруі барлығы интернетте бар. Мынаны суға есіп бересіздер, және де тауықтың аузына тамызсаңыздар да болады. Бірақ тауықтың аузына тамызған кезде көп мөлшерде тамызсаңыздар тауыққа өте зиян. Сол себепті миллиметр қылып, оданша суға қосып берсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде 20 тауық менде, балапаны бар, анау бар. Мен бұған 3 миллиметр қостым, 1 литр суға. Соны қазір беріп жатырмын, тауықтар ішіп жатыр. Бұны қай уақытта берген дұрыс? Бұны таза суға, таза жылы суға есіп берсеңіздер, араластырып бересіздер. Су таза болу керек. Біріншіден, содан кейін барып езіп, таңертеңгі уақытта, немесе түскі уақытта, или кешкі уақытта берсеңіздер болады. Тауықтар шөлдеген кезде берсеңіздер, резко барлығы жабылып ішеді осылай. Сосын оның ішкеннен кейін 3 күн жұмыртқасын жемейсіздер. 3 күннен соң жұмыртқасын жесеңіздер болады. Бұл не үшін? Бұл тауықтың ішіне құрттын түсіру үшін, үстінде бет кене сіркенен тазарту үшін, жүндері түсіп жатқан. Соның барлығына көмектеседі. Сосын чиктоник дейтін бар, мынандай тоже берсеңіздер болады. Мен осыны постоянно өзім қолданам. Бұл тауықтардың манағыдай жақсы иммунитетін көтереді деп айтсақ та болады. Жұмыртқа тууына көмектеседі, ауру сырқаудан алдын алады. Осыларды берсеңіздер, сіздердің тауықтарыңыздың ішке құрты түсіп, жұмыртқа тууын жақсартады. Енді жұмыртқа тумай жатыр, бұның барлығын беріп жатыр, не істесек болады десеңіздер, ондай кезде манағыдай жеміне араластырып, курине рац дейтін жем бар, мынандай міне. Мен қазір бұқтырып қойдым. Мінекей. Міне, мен қазір бұқтырып қойдым. Осыны енді бұлар тауыққа, үйрекке барлығына берем. Несушка здоровор дейтін витамин қосасыздар, ішіне рябушка қосасыздар. Сонда тауықтарға жақсы болады. Қазіргі уақытта уже қыс келе жатыр. Ракушняк беріңіздер тауықтарға, кальцийін көтеру үшін. Бұл витаминнің барлығын беріп тауықтардың жұмыртқа тумаса, онда сіздің тауықтарыңызға кальций жетіспей жатыр деген сөз. Кальцийді беру үшін сіздер ракушка міндетті түрде тауыққа беру керексіздер. 24-7 алдында ракушка тұру керек қой тауықтардың. Тауықтар өздері жайлап суларын ішіп жатыр. Қазір сыртқа шығып сіздерге үйректерді көрсетемін. Қораның ішін тазаладық. Полный барлығын сықып тазалап қойдық. Қазір жемдерін береміз. Мусорлар төгеміз, бөлеміз. Мыналар суға түсіп рахаттанып жатыр міне. Міне. Әдемі. Барлығы тамаша деп тұр. Ауа райы да күшті болып тұр қазір бізде. Бұлар енді пока сеткі қорада болады, мынада болады. Қазір бізде күн жылы. Осы апта, арғы апта күн плюсовой температурада көрсетіп тұр. Сол себепті үйректерді кешкісін ғана мында кіргіземіз. Күндіз сыртта жүреді. Жақсы достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.